Сәлем достар, сіздермен бірге ақ сәуле. Бүгінгі видеода осындай аппақ мамықтай бұлттар тоқитын боламыз. Бұл бұлттарды орташа дәрежеде тоқу білетін адамдар жасай алады. Сондықтан новичок болсаңыздар, онда менің тоқу сабақтарымды көріп алдын ала үйреніп алыңыздар. Бұлттар алдынан қараған кезінде осындай болып көрінеді. Мен алдыңғы жағын қолданбаймын, артқы жағын бет жағы қылып кардиганға тігетін боламын. Сіздер өздеріңіз білесіздер қай жағымен қолданғыңыз келсе, сол жақты өзіңізге қаратып аласыз. Тоқу үшін мен Бехорка детская новинка жіпін қолдандым. Метражы 50 грамм 200 метрге, түстің номері 01 ақ. 2/5 номерлі ілмек және одан да жіңішке тағы бір ілмек қажет. Жіпті 2 қабаттап аламыз және 8 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir воздушный петля для подъема және екінші петлядан бастап столбик без накида тоқимыз. Қазір ең соңғы петляға дейін 7 столбик без накида тоқимын. Енді соңғы петлямыз қалды, 8 петля. Осы петляға 3 столбик без накида тоқимын. 1, 2, 3. Жіпті қаттырақ тартамын және алдыға қарай жіберемін. Себебі бұл жіп соңында ортасындағы тесіктерді жабуға қажет болады. Енді келесі петлядан бастап столбик без накида тоқимыз. Барлығы 6 столбик без накида тоқимыз ең соңғы петляға дейін. Міне ең бірінші петлямызға келдік. Осы петляға тағы 2 столбик без накида тоқимын. 1 және 2. Қатарды жалғаймын. Ең бірінші столбик без накида. Мұнда осыған соединительный столбик жасап қатарымды жабам. Енді бір воздушный петля жасаймын және осы петляға 2 столбик без накида тоқимын. 1, 2. Ары қарай тағы 6 столбик без накида тоқимыз. Енді мұнда біз прибавка жасаған 3 столбик без накида бар. Сол 3 столбик без накидамның әр петлясына 2 столбик без накидамнан тоқып шығамыз. Міне мен 2 петляға тоқыдым. Енді 3-ші петляма тағы 2 столбик без накида тоқимын. Әрі қарай тағы да айналдырып 6 столбик без накида тоқимын. Мінекей соңғы 2 петля қалды. Енді осын әрқайсына 2 столбик без накидамнан тоқып шығамыз. 1, 2. Біріншісіне тоқыдым. Енді екіншісі. 1, 2. Енді ең бірінші тоқыған петлямыз тауып аламыз. Міне мына петля, соған ілмегімізді салып, соединительный столбик жасап, қатарды жабамыз. Енді арада бір петля тастаймыз. Міне біздің соединять еткен петлямыз, келесі петля, одан кейін 3-ші петлядан бастап
біз бір петляға 7 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді қараймыз, мұнда бір петля, осыны тастап, келесі екінші петляға соединительный столбик жасаймыз. Тағы да бір петля тастаймыз, екінші петляға 7 столбик с накидом тоқимыз. Мұнда қараңыздар, соединительный петляны екінші емес, үшінші столбик без накидаға жасаймыз. Ары қарай арасына бір петля тастап, екінші петляға тағы 7 столбик с накидом тоқимыз. Арада бір петля тастаймыз. Міне астыңғы жағында бірінші петля, екінші петляға ілмегіміз салып соединительный столбик тоқимыз. Тағы да бір петля тастап, бір петляға 7 столбик с накидом тоқимыз. Енді тағы да бір петля тастап, екінші петляға соединительный столбик тоқимыз. Накид, тағы да бір петля тастап, екінші петляға 7 столбик с накидом тоқимыз. Бір петля тастап, екінші петляға соединительный столбик тоқимыз. Келесі тағы да екінші петлямызға 7 столбик с накидом тоқимыз. Яғни бұл тоқыған кезімізде барлық осындай бұлттың әрбір дөңгелегін, жарты дөңгелекті солай бір петля тастап араға солай тоқисыздар. Тек бір дөңгелекте ғана 2 петля тасталынады, екінші шетіндегі. Так, 7-ші столбигімді тоқып жатырмын. Енді мұнда ең бірінші петлямызна соединительный столбик жасалған жерге тағы да соединительный столбик жасап қатарды жабам. Енді әрбір петляға бірінші петля, екінші петля осылай столбик без накида тоқып шығасыздар. Енді мұнда ортасында соединительный столбик жасалған жерге тағы да соединительный столбик тоқисыздар. Және де қалған петляларға тағы столбик без накида тоқисыздар. Және арасындағы соединительный столбик тоқылған жерлерге соединительный столбик тоқып шығасыздар. Мен мұнда соединительный столбик тоқылған, оған соединительный столбик тоқим. Енді мұнда басқаша тоқимыз. Алғашқы 2 петляға бір столбик без накидамнан тоқимыз. 1, 2. Ортасындағы 3 петляға, әрбір петляға 2 столбик без накидамнан тоқимыз. Екіншісіне 2 столбик без накида. Және үшіншісіне 2 столбик без накида. Тоқыдық. Енді соңғы 2 петляға бір столбик без накидамнан тоқимыз. Соединительный столбик жасаймыз. Ары қарай мұнда 2 дөңгелек астыңғы, жарты дөңгелек. Оны өзгеріссіз әрбір петляға бір столбик без накидамнан тоқисыздар. Мен тоқып болдым. Енді последний жарты дөңгелектің алғашқы 2 петлясына бір столбик без накидамнан тоқим. Және ортасындағы 3 петляға 2 столбик без накидамнан. 1, 2, бірінші петляға, екіншісіне тағы 2 столбик без накида. Және үшіншісіне де 2 столбик без накида тоқимын. Соңғы 2 петляға бір столбик без накидамнан тоқисыздар.
яғни бұлтшалардың шеткі жарты дөңгелектеріне осындай әдіспен қалғандарын өзгеріссіз тоқып қатарды соединительный столбикпен аяқтайсыздар. Мен осылай қайшымен қырқып тастаймын осындай мөлшерде жіпті, және қазір ортасын қалай жабу керектігін көрсетемін. Ол үшін мен жіңішке нөмірлі ілмегімді аламын және жіпті мына тесіктен, ең шеткі тесігі бар, содан өткіземін. Енді ар жағынан келесі тесік, осы келесі тесіктен өткізем. Одан кейінгісін келесі тесіктен. Осылайша көктеу тігісі ұқсатып, біз жіпті ілмекпен алып отырамыз, әр тесіктен шығарып. Мінекей мен жіпті барлық тесіктерден өткізіп болдым. Артынан қарағанда осындай, ешқандай тесік көрінбейді, білінбейді. Мына жіпті алдыңғы жаққа шығарып жіберемін де, екі жіпті бірге байлап жіберем. Себебі мен бұны ары қарай кардиганға тігем, сырт жағымен тігем. Алдыңғы жағы ішінде қалып қалады, ол жіптер білінбейді. Сіздер қалай ыңғайлы болса, солай жасайсыздар. Егер де алдыңғы жағын қолданатын болсаңыздар, онда жіпті артқы жағына тағып қоясыздар. Ал мен осылай тігемін. Осымен сабағымыз аяғына дейін жетті. Егер де видеом ұнап жатса, онда экранның бетіне шыққан басқа да видеоларға кіріп көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.